Халал азық. Харам жейтін адамнан керемет күтілмейді. Мұндай нәрсе болмайды, мүмкін де емес. Халал азық көңілді нұрландырады. Адам оңай ғибадат ететін болады. Ал харам азық адамдарды шайтанның ойыншығына айналдырады. Бір күні адамдар Хазіреті Ибрахим Әдхамге келіп былай дейді: «Ұстаз, бір жас жігіт бар, күні-түні ғибадат етеді, уәжит халіне кіріп, өзінен кетіп қалады. Әрбір әрекеті керемет, шуды да әдетке айналдырған. Хазіреті Ибрахим Әбдхам, мұнда бір мәселе бар дейді. Жүріңіз, сіз де көріңіз, өзі бір ғажап жігіт. Жарайды, барып көрейік». Барып көргенде тура айтқандары секілді еді. «Я Раббым, иншаллах шайтаннан емес шығар» деп ойлайды да жігітке айтады: «Балам, сен жақсы жігіт екенсің, кешкісін маған кел, бірге тамақтанайық». Әлгі жігіт кеш батысымен келеді. Хазіреті Ибрахим Әбдхам дорбасынан бір үзім нан шығарып: «Ал балам, мынаны же» дейді. Жігіт бисмиллах айтып нанды жегенде бүкіл өздігінен хәлдер жоғалып кетеді, еш нәрсе қалмайды. Таң қалып сұрайды: «Ұстаз, сен маған не істедің?» «Мен еш нәрсе істеген жоқпын, тек нан бердім» дейді. «Мендегі кереметтер не болды?» «Сенің ол керемет деп ойлап жүргенің шайтаннан келетін, айналаңның бәрі шайтан басқан еді. Халал азық жегеніңнің негізінде жағдайың ортаға шықты» деген екен.